Қайырлы күн, қадірменді көрермен, татулық әлеуметтік жобасы аясындағы хабарларымызды жалғастырамыз. Бұл жоба тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, отбасы институтын нығайту, буллинг, харассмент сияқты әртүрлі заманауи кеселдердің алдын алуға бағытталған профилактикалық жұмыстар, медиа қолдау шараларына бағытталған. Бұл жоба аясында біз бүгін ер болу жауапкершілік тақырыбында сұхбат өткізілгелі отырмыз. Мен аты-жөнім Әділхан Төлегенұлы Дүйсебек, Ұлттық ғылымдылықтар академиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Ал енді біздің сұхбатымыздың қонағы Каспий қоғамдық университеті әділет құқықтық жоғарғы құқық мектебінің профессоры, PhD доктор Мақсатов Нұржан Ришатұлы. Нұржан Ришатұлы біздің шақыруымызды қабыл алып, уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қош келіпсіз. Қал жағдайыңыз қалай, жұмысыңыз қалай, қызметіңіз бәрі орынша? Енді жаңа әңгіме барысында өзіңіз айтып отырсыз, бұл жоба өте маңызды, халыққа қажетті жоба екен, өзекті жоба. Енді сіз өзіңіз, мен алдын ала өзім алған ақпараттарға сәйкес, өзіңіз жас болсаңыз да, жас келсе іске дейді ғой. Осы құқық саласындағы нормативтік құқықтық заңнамалық актілерді әзірлеуге, соларды сараптама жасауға, сол салада бір ғылыми зерттеулер жүргізуге белсенді араласып жүрген азамат екенсіз. Сондықтан біздің бүгінгі сұхбатымыз өте бір тартымды, пайдалы болады деп ойлаймын. Енді Нұржан Ришатұлы, қазір мен осы сұхбат басында бір хабарлама жасап жібергім келіп отыр. Себебі Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі осы жақында үлкен бір науқан жариялады. Бұл науқан Қазақстанда әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетуге қарсы республикалық ақпараттық науқан деп айтылады. Бұл науқан некеге мәжбүрлеу, сталкинг және әйелдерге қатысты өзге де зорлық-зомбылыққа төзбеу қағидатын қалыптастыруға және азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыруға бағытталып отыр. Науқан аясында құрмет челленджі жарияланды. Енді осы челлендждің бір бүгінгі форматы деп айтуға болады. Себебі ол жерде әртүрлі тренингтер, кездесулер, мамандармен, психологтармен, полиция қызметкерлерімен, өзіңіз сияқты заң қызметкерлерімен кездесулер, жаңағы сұхбаттар өткізу, әртүрлі түсірілімдер жүргізіп, соны әлеуметтік желіде жариялауға бағытталып отыр. Сондықтан бүгінгі біздің осы хабарымыздың өзіңізбен сұхбат осы челлендждің аясында, осы науқан аясында өткізіп отыр деп айтуға болады. Енді әңгіме басында біздің көрермендеріміз өзіңіз туралы көбірек ақпарат білген дұрыс болар. Сондықтан өзіңіз туралы сәл баяндап жіберсеңіз. Рахмет, біріншіден шақыруларыңызға. Әрине бұл жасалынып отқан сіздердің жаңағы іс-шараларыңыз өте қазіргі таңда орынды, керекті, өзекті деп айтып кетсем болады. Қазір қоғамда болып жатқан, жалпы әлемде болып жатқан десем артық айтпаспын, түбегейлі өзекті мәселелердің бірі. Өзім туралы айтып кетсем, әділет жоғарғы құқық мектебінің қауымдастырылған профессорым, Каспий университетінің PhD философия докторымын. Қысқаша айтатын болсам, бұзылған құқықтар мен мүдделерді қорғайтын заңгерім, қоғам қайраткерім десем болады. Енді сіз мынау нормативтік құқықтық актілерге сараптама жасау, соларды әзірлеуге қатысқан екенсіз. Қай бағыттарда соны айтып жүресіз бе? Жалпы бірнеше 2020 жылдан Қазақстан Республика парламентінің сенаторының көмекшісі қызметін атқардым. Қоғамдық көмекшісінің сол орайда жаңағыдай сол кезеңде өзекті болған жаңағы татуластыру рәсімдеріне қатысты өзіміз бәріміз білетін жаңағы медиация, жаңағы баламалы дауды шешудің тәсілі, одан кейін жаңағы митингтар, жаңағыдай сол митингтарға қатысты заңдар болды. Өзге де сол кезекте сол уақытта болған заңнамаларға қатысқан болатын. Жаңағы еңбектерім, жазылған ғылыми еңбектерімдегі ұсыныстарым осы заң аясында жаңағы ұсыныс концепция ретінде енгізілген болатын, әлде енгізіліп жатыр. Тамаша. Яғни сіз мынау оқытушылық, профессорлық қызметпен қатар сондай
жаңағы заңды актілерді дайындауға, сарапшы болуға да қатысып жүрсіз, иә? Сотқа да жаңағы бұзылған құқықтар мен сот істеріне қатысасыз, иә? заңгер Өте жақсы. Енді бүгін біз осы сіздің сұхбатыңызда осы салаларда жақсы ақпарат алатынымызға сенім мол. Оның үстіне заңгерлер ассоциациясының мүшесі, Байтұрсынов атындағы ұлттық сыйлықтың лауреаты екенсіз, құтты болсын. 25 жылы осы PhD доктор қорғаған екенсіз. Яғни болашақтың барлығы алда, үлкен талабыңызға нұр жаусын. Енді Нұржан Ришатұлы, жақында болған ұлттық құрылтайда Қызылорда қаласында мемлекет басшысының аузынан естіген оқиға, енді құрылтайда көтерілген, ол енді үлкен мемлекеттік деңгейдегі мәселе көтеріледі ғой. Сол жерде осы жақын арада Шымкент қаласында болған өте үлкен қайғылы оқиға, 21 жасар Нұрай қызымыздың қазаға ұшырауы, ол жаңағы қыз алып қашудан басталған. Ақыр соңы ушығып келіп, сол қызды қорғау шаралары дұрыс қолданылмаған. Ақыр соңында оны да сол қайғылы қазаға ұшырады. Енді осындай өте қауіпті оқиғалар қыздардың өміріне, денсаулығына, қауіпсіздігіне қандай шаралар, осы заңнамалық құқықтылар қазір өзгерістер енгізіліп жатыр ғой. Сол туралы айтсаңыз, себебі халық арасында бұл енді бір қалыпты жағдай сияқты, әсіресе мына оңтүстік өңірлерде ұлттық дәстүр тіптен қабылдайтын. Ал енді айналып келгенде бұл қыз баланың бір тағдырын сындырып жатқан жағдай. Сондықтан енді құқық заң қызметкер есебінде осыған өзіңіздің құқықтық бір талдауыңызды айтсаңыз. Рахмет сұрағыңызға. Осы мәселеге қатысты тоқталып кететін болсақ, жаңағы дұрыс айтып жатсыз, енді бізде жаңағы Қазақстанның, Орта Азияның менталитетін алатын болсақ, жалпы осы қыз алып қашуды, мәжбүрлеп некеге, жаңағы күйеуге шығаруды бізде жалпы дәстүр деп көреді, бір мәдениеттің бір түрі деп көреді. Толығымен келіспеймін осы аталған пікірлермен. Бұл бірден бір құқық, жаңағыдей біздің қылмыстық құқық бұзушылық болып табылады. Әрине жаңағы өзіңіз айтып кеткен Нұрай қарындасымыз біздің жалпы ұлт үшін, ел үшін үлкен бір жаңағыдей қайғылы оқиға болды десем артық айтпаспын. Ондай оқиғалар жалғыз емес, өкінішке орай. Ол жаңағыдей бұқаралық ақпарат құралдарына, мына жаңағы өзіміздің TikTok, Instagram желілерінде ақпарат шығып естіп жатқан жайттың бірі ғана. Жалпы осындай мәселелер Қазақстанда, Орта Азияда, әлемде деп айтсам да артық айтпаспын, өте көп болып жатқан мәселелердің бірі. Еліміздің тарапынан ұлттық құрылтайға дейін де елбасымыз, үкімет жаңағыдей тарапынан осы мәселеге қатысты үлкен түбегейлі жұмыстар жүргізіліп жатқаны шын рас. Өте жаңағыдей жасөспірімдерге қатысты, қыз балаларға қатысты, әйелдер қауымына қатысты жаңағыдей құқықтарын қорғауға, қылмыстық, әкімшілік, азаматтық жағынан құқықтарын қорғауға барынша мемлекет тарапынан түбегейлі жаңағыдей фундаментал тұрғыда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол жаңағы президентіміз 20-шы жылы жаңағы тағайындалып президент болып келгеннен бастап осы мәселені көтерген болатын. Жалпы әрбір жаңағыдей халыққа жолдауларында, жаңағыдей үкімет жиналыстарында барлығында осы мәселе көтеріліп жатты. Ең бірінші жаңағы кішкене жіктеліп, көрермендерің үшін тоқталып кетсем, ең бірінші азаматтық құқықтық салаға қатысты айтып кетсем, ол да жаңағы біз қысым туралы айтып жатырмыз, жаңағы буллинг деген ұғымдар бар, қазір сталкинг деген ұғым бар, тұрмыстық зорлық зомбылықты айтамыз. Бізде жалпы тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты тоқталатын болсақ, тек қана жаңағы ұрып соғу, жаңағы қылмыстық іс-әрекеттерді айтады. Оның арасында экономикалық та бізде жаңағы қысымның түрі бар, жаңағыдей ақшаға, қаражатқа қатысты, тұрғын үйге қатысты. Жалпы алатын болсақ, қазір біздің сот жүйесінің позициясы көбіне көп жаңағыдей әйелдермен, жалғыз басты әйелдермен жаңағыдей некені бұзу барысында, мүлікті бұзу барысында көбіне көп жаңағыдей әйелдер қауымына жаңағы нәзік жандылар деп кішкене бір жаңағы оң көзмен қарайды десем артық айтпаспын. Ол туралы өздеріңіз естіген боларсыздар, білген боларсыздар.
боларсыздар, мына конституциялық сотта қаулы шыққан болатын, жаңағы ортақ меншіктегі мүлікті бөлуге қатысты. Әрине ол мысалға жалпы алатын болсақ, оны заңгер көзінен емес, адами әлеуметтік тұрғыдан да алсақ, мысалға жаңағы күйеуі мен әйелі некені бұзады, әйелі жаңағы 3 баласымен бөлек, күйеуі бөлек, ал мүлік ортақ 50-50 деп бөлініп жатады мысалға. Ол да бір теңсіздік қой, мысалға. Әділетсіздік. Алиментінің құны ол мысалға жаңа 2/1 бөлігі, 3/1 бөлігі деп жалтарып жатады ол алиментті. Мейлінше жаңағындай бір кішкене ер азаматтарымыз бар ғой, дұрыс емес, жаңағы теріс қылықтармен өздерінің айлықтарын, табыс көздерін кішкене бүйтіп жалтарып жатады жағдайлар болады. Осы орайда біздің жаңағы азаматтық құқық, отбасы неке құқық саласында түбегейлі заң саласында өзгерістер болып, практикада біріншіден ең менің өзімді қуантатыным заңгер жайында жаңағы Қазақстанның азаматы ретінде осы бізде практикада осы нормалардың қолданылуы. Екіншіден жаңағындай бізде әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама бар, кодексіміз. Сол кодексқа да жаңағы бұрын жаңағындай жаңағы сталкинг деген ұғым енді ғой, мысалға өздеріңіз білесіздер, енді жалпы айтқанда бізде айтып жатады, енді жаңағы ер азамат қыздың артынан жаңағы жүріп жүр екен, бір белгілер көрсетіп жүр екен, романтикалық деп айтады. Ешқандай да ол романтикалық белгілер емес, ол кәдімгідей психикалық ауытқу десем болады. Қыз баланың артынан менің өзіме өте көптеген жаңағы қыз балалар хабарласып көмек кеңес сұраған болатын. Артынан қыздардың қалмай жаңағы WhatsApp желісі арқылы, Instagram арқылы жаңағы ұят суреттер жіберіп, мазасын алып, түнде хабарласып, жаңағыдай кәдімгідей құқық бұзушылықтар жасаған жайттар орын алды. Бұл да енді зорлық-зомбылықтың бір түрі ғой. Бір түрі, әрине, бір қысым көрсету, мысалға қыз балаға ер азамат түнде звондап, жаңағыдай неше түрлі нелер жазып, сообщениялар, хабарламалар жазып, мазасын алып. Өте қиын жағдай бұл. Мысалға бізде осы 25 жылға дейін кәдімгідей бір заң нормасы болған жоқ. Оған қатысты, осы сталкингқа қатысты. Міне жақында 25 жылы біздің қылмыстық кодексқа осы сталкинг туралы өте жақсы. Енді шынында да өзі сталкинг дегенді соңғы кезде естіп жатырмыз ғой бәріміз, назар аударамын. Енді қазіргі мынау әлеуметтік желінің өзі бір жағынан жақсы болғанмен, бір жағынан сондай қылмыстық, жаңағыдай бір психологиялық қысым көрсетудің бір құралына айналып кеткен болып тұр ғой сонда жастардың арасында. Енді таза сол мынау Нұрайдың мысалына келтіретін болсақ, қайғылы. Қазір енді оны мынау парламент мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов мырза да көтерді. Мынау оңтүстіктегі шымкенттік полицияның әрекетсіздігі. Осындайлар да жиі болып жатыр ма? Неге соншалықты қыз баланың өліміне дейін келгенге дейін сондай әрекетсіздік болған? Ол бала жаңағы ата-анасы полиция заң органы прокуратураға өзінің шағым түсірген. Осы неге осыған жол берілді? Сіздің көзқарасыңыз қалай? Жалпы сіз бағанада бір рет атап өттіңіз, оңтүстік жақта деп, бұл жалпы Қазақстанның түпкір-түпкірінде бар. Барлық жерде бар, барлық жерде бар. Әрине, енді жаңағы оңтүстік деп айтқан мына біздің Қырғызстан көршілес, Өзбекстан мемлекеттерінде, ол елдерде де жаңағы түбегейлі жұмыс жүргізіліп жатыр, бірақ көп жаңағы аталған аумақта осы жаңағы құқық бұзушылықты бір дәстүр ретінде қарастырады. Біздің бір ескі мәдениетіміз ретінде қарастырады. Ол ешқандай дәстүр емес, ол мәдениет емес, ол қылмыстық құқық бұзушылық біріншіден. Бұл тек қана осы Нұрай қарындасымызға ғана қатысты емес, өте көп жаңағындай бұқаралық ақпарат құралдарына шықпай қалып, қанша қыз енді сондай қайғылы оқиға болмаса да психикалық үлкен ауыртқу, денсаулығына зақым алу, жаңағы қоғам тарапынан қандай да бір жаңағындай қысымға келген жағдайлар көп орын алады. Әрине, бұл жаңағындай біздің құзырлы органдардың, құқық қорғау органдарының әрекетсіздігі десем артық айтпаспын. Жаңағындай бірінші хабарласу барысында енді жаңағы осы іс-әрекетті дәстүр ретінде көріп, сөйлесіп көріңіздер деп мүмкіндік беріп, келістіруге тырысып, сондай өздерінің осындай әрекетсіздігімен осындай қайғылы оқиғаға жеткізді. Бірақ бұл өз бізде осындай жаңағындай
қайғылы оқиғалардың негізінде түбегейлі өзгерістерге әкеп соққан жағдайлар көп болды ғой. Мына қайтыс болған Салтанатқа қатысты да, Бешімбаевтың ісі бойынша да үлкен жаңағы түбегейлі өзгерістер енгізілді. Осы Нұрай қарындасымыздан кейін де жаңағыдей құзырлы органдарға бір үлкен бір прецедент болады деп ойлаймын. Жаңағыдей бір хабарласқаннан ары қаратай тиісінше заң аясында әрекет жасайды деп ойлаймын. Сондықтан енді қазіргі кезде осындай жаңа сталкингке ұшырап жатса, қыз алып қашу оқиғалар болып жатса, ата-аналары сол қыз баланың өзі дереу сол құқық қорғау органдарына хабарласып шағым түсіруге болады, иә? Әрине. Бізде жаңағы жалпы айтып кеттім ғой, енді бізде оғанға дейін енді сөйлесіп көріңіздер, кешірім алыңыздар деп айтып, енді жалпы айтқанда өзімізде көп рет естідік сондай нәрсені болып, жаңағы қыз алып қашыпты дегенде алдынан өтіңіздер, кешірім сұраңыздар, қызға қайтуға болмайды деп, жаңағыдей бір кәдімгідей орысша айтқанда клеймо деп айтады ғой, болмайды деп айтып жатады. Ол өте қате, бәрі де қыз өсіріп отыр, бала өсіріп отыр. Ол өте қате пікір, қате түсінік деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі таңда әрине бізде жалпы қыз алып қашу, адам алып қашу деген бізде бап бар. Қылмыстық заңнамада жалпы санкциясы өте күрделі, ауыр, сондай бір норма бар заң саласында. Сталкингқа да қатысты кәдімгідей ол әкімшілік емес, қазір қылмыстық құқық бұзушылық ретінде заңға енгізілді. Енді Нұржан Ришатұлы жаңағы дәстүрден шығады ғой. Сол қызды алып барған кезде ол жалғыз сол анау алып қашқан жігіт емес, соған қатысушылар көп болады. Сол үйдің адамдары, жаңа жеңгелері ме, абысындары дейміз бе, сол жердегі әйелдер, тіптен мен бірнеше жағдайды естідім, ер адамдардың өзі қатысып. Енді ана жігіттің жолдастары болса да машинаға басып алып қашып. Одан кейін апарғандарға басына ақ жаулығын салып, үлкен кісілер жаңағы қызды көндіруге тырысып. Осы кісілердің өзі қазір бұрын енді бір дәстүріміз, қазір енді ол заң алдында жауап беретін болды ғой. Әрине. Қатысушы ретінде. Жаңағы алдын ала бізде енді қылмыстық заңнамада жаңағы санкция деген ұғым бар ғой. Мысалға оның кез келген заңның бірнеше өзінің тармақтары болады. Жаңағы дұрыс сөз қозғадыңыз, жаңағы осы азаматтарға қатысты депші, алдын ала сөз байласу арқылы бізде жалпы осындай қылмыстың болғанын біле тұра оны хабарламаудың өзі бізде қылмыс болып табылады. Жаңағыдей қылмыстың болуына кедергі келтірмеудің өзі бізде жаңағыдей тиісінше жауапкершілікке тартылатын іс-әрекеттер болып табылады. Сондықтан әрине көріп отырған көрермендеріңіз болса, құлақтарын алтын сырға, бұл құқық бұзушылық болып табылады. Құқық бұзушылық ол адамның бостандығынан айыру, еркінен тыс некеге түсіру, оның бәрі заңмен қудаланатын жаңағыдей іс-әрекеттер болып табылады. Сол 120-шы бап, қазір? Жоқ, 120-шы емес, міне толықтырылды ғой. Толықтырылды. 120-шы бап бізде зорлық болып қалды қылмыстық заңнама бойынша. Ал жаңадан 2025 жылдың осы 3-ші декадасында енгізілген біздегі өте бір керекті болған норма сталкинг 115-5 бап болып енгізілді. Несі жаңағы жауапкершілік жазалаудың түрі, санкциясы ол жерде жаңағыдей айқын көрсетілген. Біріншіден оның ішінде жаңа мен тағы бір тоқтап айтып кетейін, оның іс-әрекетіне қатысты мысалға алдын ала сөз байласу арқылы топтасқан адамдармен жаңағыдей бірнеше рет болған жағдайда деп әрбір жаңағы жасалған іс-әрекетіне қатысты санкциясы көзделген. Ол жерде жаңағыдей айыппұлдан бас бостандығынан айыруға дейінгі санкциялар көзделген. Жақсы. Енді біздің хабарымыздың, сұхбатымыздың, өзіңіз сияқты маманмен сұхбатымыздың өзі негізгі мақсаты халықты хабардар ету. Бұл барлық әлеуметтік желіге осы хабарлар таратылады. Сондықтан бізді көріп отырған көрермендеріміз, жастар, әсіресе қыз балалар, тұрмыстық отбасында зорлық көретін әйел азаматтар өздерінің құқығын білу керек. Жаңағы заң органдарына, прокуратураға тез арада хабарласып, өзін өзі қорғау шараларын қолдануға болады. Жақсы, енді Нұржан Ришатұлы, бұл енді тек жаңа қайта-қайта өзіңіз айттыңыз, тек Қазақстанда болып жатқан жоқ қой. Басқа елдерде болып жатады. Сол елдердің бір осы мәселелердің алдын алу тәжірибелері бар ма? Сіз енді зерттеуші, ғалым есебінде де тәжірибеңіз бар шығар.
әрине өте жаңағы бұл осы жаңадан осы 21 ғасырдағы болған бір жайт емес. Бұл қанша ғасырдан бері келе жатқан үлкен әлем үшін бір түбегейлі мәселелердің бірі. Ол жаңағы біздің біріккен ұлттар ұйымы болсын, басқа да халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдары болсын, жаңағы дауыл қағып отырған мәселелердің бірі. Жаңағы бізде Нобель сыйлығының иегері Малала Юсуфзай деген лауреат болған. Сол қарындасымыз жаңа 13 жасынан бастап осы қыздардың әйел қауымының құқығын қорғаумен айналысып, өзі жаңағы талибан деп айтып жатады. Сол кісілерден жаңағы зорлық, зомбылыққа тап болып, денсаулығына үлкен зиян келген болатын осы мәселеде. Қазіргі таңда да сол жаңағы қарындасымыздың елі болсын, көптеген Африка елдерінде орын алып жатқан. Мына көршілес Иран, Ирак мемлекеттері болсын, Ауғанстан мемлекеті болсын, әлі күнге дейін өзімізде көріп отырмыз, әйелдердің, қыздардың құқығын жаңағы бұзуға қатысты, таптауға қатысты жаңағы көп жаңағы заңсыз әрекеттер жасалынып отыр. Естіп жатырмыз. Оған енді ол жаққа да барудың емес, өзіміздің ТМД-дағы мына Түркменстан елінде мысалға қыз балаларды қазір жаңағы көлік айдаудан шектеді, шашын бояуға қатысты, жаңағы мына сұлулық салондарына қатысты баруға шектеулер қойылып жатыр. Жаңағы әйелдер қауымына қатысты жаңағына хиджаб деп айтады, киім формасы шектеу киім формаларымен шектеп жатыр. Енді әлі күнге дейін бұл толық жауабын таппаған мәселе болып қарастырылып отыр. Жаңағы құқық қорғаушылардың тек қана біздің ел үшін емес, бүкіл әлемде құқық қорғаушылар үшін үлкен проблема болып отыр. Енді мейлінше қолымыздан келгенше ұсыныстар жасап, осы жаңағы заңсыз қыздардың тағдырына балта шабатындай іс-әрекеттер тоқтатуға іс-әрекеттер енді жасалынып жатыр әлемдік ұйымдардан да. Жалпы сіз Нұржан жаңа айтып кеттіңіз, практикада бар, мынау сот практикасында бір-екі мысал келтіре аласыз ба? Әрине мысалдар қазір ең бірінші өзіңіз де естіген боларсыз. Жаңағы әлеуметтік желі болсын, бір таныстардан естіп жататын жайттар бар. Ол ең бірінші жаңағы тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты. Мына бұрын жаңағындай ер азаматтар әйелдерін ұрып жібергенде жаңағындай бір күш қолдану кезінде жаңағы біздің учаскелік инспекторлар келіп бір профилактикалық жұмыстар жүргізіп, түсіндіру жұмыстермен ғана шектеліп кететін болатын. Қазіргі таңда әкімшілік жаңа құқық бұзушылық туралы кодексқа сәйкес 15 тәулікке дейін бас бостандығынан бас бостандығын шектеп, тиісінше мекемелерге жаңағы орналастырып жатады. Одан кейін жаңағы өте көп орын алып жатыр. Ондай жаңағы заң өте тиімді жаңағы жүргізіліп жатыр десем болады. Өте тиімді. Іске асырылып жатыр, іске асырылып жатыр. Жаңағы бір хабарласқанның өзімен жаңағындай тікелей жаңағы біздің құзырлы орган қызметкерлері келіп шара қабылдап, тиісінше біздің әйелдер мен балалардың құқығын қорғап жатыр. Тамаша, яғни осы заңнамалық актілердің күшейтілуі, осы мәселеге мемлекет деңгейінде назар аударылуы өзінің нәтижесін беріп жатыр. Халқымыз, біздің көрермендеріміз осыны назарға алу керек. Яғни қазіргі мынау әсіресе әйел балаларға, қыз балаларға қатысты зорлық зомбылық ол төзуге болмайтын құбылыстар. Сондықтан әркім өзінің шекарасын қорғап, өзінің құқығын біліп, қажетті болған жағдайда сол құқық органдарына сол 103, 111 қоя телефондар. Осы телефон арналары арқылы дереу байланысып хабардар беруге болады. Сондықтан мемлекеттің қамқорлығына алу ісі нақты практикада іске асырылып жатыр деп болады. Енді тиімді іске асырылып жатыр. Нұржан Ришатұлы жаңағы дәстүрден шығады ғой. Сол қызды алып барған кезде ол жалғыз сол анау алып қашқан жігіт емес, соған қатысушылар көп болады. Сол үйдің адамдары жаңа жеңгелері ме, абысындары дейміз бе, сол жердегі әйелдер, тіптен мен бірнеше жағдайды естідім, ер адамдардың өзі қатысып. Енді ана жігіттің жолдастары болса да машинаға басып алып қашып, одан кейін апарғандарға басына ақ жаулығын салып, үлкен кісілер
жаңағы қызды көндіруге тырысып, осы кісілердің өзі қазір бұрын енді бір дәстүріміз, қазір енді ол заң алдында жауап беретін болды ғой. Әрине қатысушы ретінде. жаңағы алдын ала бізде енді қылмыстық заңнамада жаңағы санкция деген ұғым бар ғой. Мысалға оның кез келген заңның бірнеше өзінің тармақтары болады. Жаңағы дұрыс сөз қозғадыңыз, жаңағы осы азаматтарға қатысты депші, алдын ала сөз байласу арқылы бізде жалпы осындай қылмыстың болғанын біле тұра оны хабарламаудың өзі бізде қылмыс болып табылады. Жаңағыдей қылмыстың болуына кедергі келтірмеудің өзі бізде жаңағыдей тиісінше жауапкершілікке тартылатын іс-әрекеттер болып табылады. Сондықтан әрине көріп отырған көрермендеріңіз болса, құлақтарын алтын сырға, бұл құқық бұзушылық болып табылады. Құқық бұзушылық ол адамның бостандығынан айыру, еркінен тыс некеге түсіру, оның бәрі заңмен қудаланатын жаңағыдей іс-әрекеттер болып табылады. Сол 120-шы бап қазір? Жоқ, 120-шы емес, міне толықтырылды ғой. Толықтырылды. 120-шы бап бізде зорлық болып қалды қылмыстық заңнама бойынша. Ал жаңадан 2025 жылдың осы 3-ші декадасында енгізілген біздегі өте бір керекті болған норма сталкинг 115-5 бап болып енгізілді. Несі жаңағы жауапкершілік жазалаудың түрі, санкциясы ол жерде жаңағындай айқын көрсетілген. Біріншіден оның ішінде жаңа мен тағы бір тоқтап айтып кетейін, оның іс-әрекетіне қатысты мысалға алдын ала сөз байласу арқылы топтасқан адамдармен жаңағындай бірнеше рет болған жағдайда деп әрбір жаңағы жасалған іс-әрекетіне қатысты санкциясы көзделген. Ол жерде жаңағындай айыппұлдан бас бостандығынан айыруға дейінгі санкциялар көзделген. Жақсы. Енді біздің хабарымыздың, сұхбатымыздың, өзіңіз сияқты маманмен сұхбатымыздың өзі негізгі мақсаты халықты хабардар ету. Бұл барлық әлеуметтік желіге бұл хабарлар таратылады. Сондықтан бізді көріп отырған көрермендеріміз, жастар, әсіресе қыз балалар, тұрмыстық отбасында зорлық көретін әйел азаматтар өздерінің құқығын білу керек. Жаңағы заң органдарына, прокуратураға тез арада хабарласып, өзін-өзі қорғау шараларын қолдануға болады. Жақсы, енді Нұржан Ришатұлы, бұл енді тек жаңа қайта өзіңіз айттыңыз, тек Қазақстанда болып жатқан жоқ қой. Басқа елдерде болып жатады. Сол елдердің бір осы мәселелердің алдын алу тәжірибелері бар ма? Сіз енді зерттеуші ғалым есебінде де тәжірибеңіз бар шығар. Әрине өте жаңағы бұл осы жаңадан осы 21-ші ғасырдағы болған бір жайт емес. Бұл қанша ғасырдан бері келе жатқан үлкен әлем үшін бір түбегейлі мәселелердің бірі. Ол жаңағы біздің Біріккен ұлттар ұйымы болсын, басқа да халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдары болсын, жаңағыдай дауыл қағып отырған мәселелердің бірі. Жаңағы бізде Нобель сыйлығының иегері Малала Юсуфзай деген лауреат болған. Сол қарындасымыз жаңа 13 жасынан бастап осы қыздардың әйел қауымының құқығын қорғаумен айналысып, өзі жаңағы талибан деп айтып жатады. Сол кісілерден жаңағыдай зорлық, зомбылыққа тап болып, денсаулығына үлкен зиян келген болатын осы мәселеде. Қазіргі таңда да сол жаңағы қарындасымыздың елі болсын, көптеген Африка елдерінде орын алып жатқан. Мына көршілес Иран, Ирак мемлекеттері болсын, Ауғанстан мемлекеті болсын, әлі күнге дейін өзімізде көріп отырмыз, әйелдердің, қыздардың құқығын жаңағыдай бұзуға қатысты, таптауға қатысты жаңағыдай көп жаңағыдай заңсыз әрекеттер жасалынып отыр. Естіп жатырмыз. Оған енді о жаққа да барудың емес, өзіміздің ТМД-дағы мына Түркменстан елінде, мысалға қыз балаларды қазір жаңағы көлік айдаудан шектеді, шашын бояуға қатысты, жаңағы мына сұлулық салондарына қатысты баруға шектеулер қойылып жатыр. Жаңағы әйелдер қауымына қатысты жаңағына хиджаб деп айтады, киім формасы, шектеу әртүрлі киім формаларымен шектеп жатыр. Енді әлі күнге дейін бұл толық жауабын таппаған мәселе болып қарастырылып отыр. Жаңағы құқық қорғаушылардың тек қана біздің ел үшін емес, бүкіл әлемде құқық қорғаушылар үшін үлкен
проблема болып отыр. Енді мейлінше қолымыздан келгенше ұсыныстар жасап, осы жаңағы заңсыз қыздардың тағдырына балта шабатындай іс-әрекеттерді тоқтатуға іс-әрекеттер енді жасалынып жатыр әлемдік ұйымдардан да. Жалпы сіз Нұржан жаңа айтып кеттіңіз, практикада бар мынау сот практикасында. Бір-екі мысал келтіре аласыз ба? Әрине мысалдар қазір ең бірінші өзіңіз де естіген боларсыз. Жаңағы әлеуметтік желі болсын, бір таныстардан естіп жататын жайттар бар. Ол ең бірінші жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты. Мына бұрын жаңағындай ер азаматтар әйелдерін ұрып жібергенде, жаңағындай бір күш қолдану кезінде жаңағы біздің учаскелік инспекторлар келіп бір профилактикалық жұмыстар жүргізіп, түсіндіру жұмыстермен ғана шектелініп кететін болатын. Қазіргі таңда әкімшілік жаңа құқық бұзушылық туралы кодексқа сәйкес 15 тәулікке дейін бас бостандығынан бас бостандығын шектеп, тиісінше мекемелерге жаңағыдай орналастырып жатады. Одан кейін жаңағы өте көп орын алып жатыр. Ондай жаңағы заң өте тиімді жаңағы жүргізіліп жатыр десем болады. Өте тиімді. Іске асырылып жатыр, иә? Іске асырылып жатыр. Жаңағы бір хабарласқанның өзімен жаңағыдай тікелей жаңағы біздің құзырлы орган қызметкерлері келіп шара қабылдап, тиісінше біздің әйелдер мен балалардың құқығын қорғап жатыр. Тамаша, яғни осы заңнамалық актілердің күшейтілуі, осы мәселеге мемлекет деңгейінде назар аударылуы өзінің нәтижесін беріп жатыр. Халқымыз, біздің көрермендеріміз осыны назарға алу керек. Яғни қазіргі мынау әсіресе әйел балаларға, қыз балаларға қатысты зорлық-зомбылық ол төзуге болмайтын құбылыстар. Сондықтан әркім өзінің шекарасын қорғап, өзінің құқығын біліп, қажетті болған жағдайда сол құқық органдарына сол 103, 111 ғой телефондар. Осы телефон арналары арқылы дереу байланысып хабардар беруге болады. Сондықтан мемлекеттің қамқорлығына алу ісі нақты практикада іске асырылып жатыр деп болады. Енді тиімді іске асырылып жатыр. Сондықтан біз осымен хабарымызды аяқтайық. Нұржан Ришатұлы, өзіңіздей мынау заң саласының, құқық саласының білікті маманымен сұхбат жүргізгенімізге қуаныштымыз, пайдалы болады деп ойлаймын. Алдағы уақытта да осындай ынтымақтастығымыз артып, пайдалы жұмысымыз жалғастыра берейік. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Мына ғылыми жұмысыңыз, аналитикалық, сараптамалық жұмыстарыңыздың барлығы сәтті болып, біздің құқық жүйесін жетілдіруге өз үлесіңізді қоса беріңіз. Көп рахмет. Рахмет сіздерге де сәттілік. Рахмет көп. Сау болыңыз.